Баршаңа сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңдер. Сіздермен бірге Шыңғыс Ағай. Алгебрадан 2-90-ға арналған БЖБ-ны талдаймыз бірге. Тақырып квадрат теңдеулер, орындау уақыты 25 минут, екінші нұсқа. Тапсырма БЖБ 4 тапсырмадан тұрады. Бірінші нұсқасын осы YouTube арнадан таба аласыңдар. Сұрақтарың болса комментарийға жазыңдар. Менің Instagram және TikTok парақшама да тіркеліп алыңдар, онда пайдалы көп ақпараттар бар. Видеоны достарыңмен бөлісіп кетіңдер, олар да математиканы үйренсін. Сонымен бастайық достар. Бірінші тапсырма берілген теңдеуді формула түріне келтіріп абс коэффициенттерін табыңыз дейді. Ол үшін біздер мына жерде x-ті x-ға көбейтеміз, x квадрат болады, x-ті 2-ге көбейтсек минус 2x болады, қосылған 7. Ал мына жерде қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз, тең болады. Естеріңде болар деп ойлаймын. А минус b-ның квадраты ол a квадрат минус 2ab қосылған b квадрат. Сонымен мына жақта 9x квадрат минус 12x қосылған 4. Ары қарай барлығын бір жаққа өткіземіз. X квадрат минус 2x қосылған 7-ні көшіреміз. Минус 9x квадрат минус плюс 12x болады. Сосын минус 4 тең 0. X квадрат азайтылған 9x квадрат минус 8x квадрат болады. Минус 2x плюс 12x плюс 10x болады. Сонымен 7 азайтылған 4 плюс 3 тең 0. Стандартты түрге келтірдік мынандай. Екінші ол коэффициенттер. Мынау минус 8a болады. b ол 10-ға тең болады. c 3-ге тең болады. Екінші сұраққа да жауап бердік. Ары қарай. Екінші тапсырма. Мына квадрат теңдеу түбірлерін табыңыз, ол бір. Екінші m-ның қандай мәндерінде мына теңдеудің 1-де 2 түбірі болады. Соны табу керек. Алдымен а тапсырмасын орындап алайық. 3y квадрат минус 10y қосылған 3 тең болады 0. Бұл жерде дискриминант арқылы шығарамыз. 10 квадрат минус 4 көбейтілген 3 көбейтілген 3 тең болады. 10 ол 100 болады, азайтылған 36 тең болады 64. Сосын y1 тең болады 10 азайтылған түбірасты 64. Ол 8-ге тең болады, бөлінген 2 көбейтілген коэффициент а 6-ға тең болады. Сөйтіп 2 бөлінген 6 қысқартамыз 3-ке 1. Екінші түбір 10 қосылған 8 бөлінген 6 тең болады. 18 бөлінген 6 ол 3-ке тең. Сонымен бірінші а тапсырмасын жауап бердік. Екінші м. Енді бұны шығару үшін біздер мына нәрсені еске түсіруіміз керек. Дискриминант 0-ден үлкен болса 2 түбір болады. Дискриминант 0-ге тең болса 1 түбір дейміз, бірақ негізінде ол жерде x1 тең x2. Түбірлері сәйкес келіп қалады. Ал дискриминант 0-ден кіші болса шешім жоқ дейтін. Мына екінші жағдай бойынша біздер қазір есепті шығарамыз. Сонымен мынаны біздер қазір шығарамыз былай деп. Дискриминант тең болады. Формула бойынша 10 квадрат азайтылған 4. Енді жерде а-ның орнында m тұр, c-ның орнында m тұр. Сондықтан 4 көбейтілген m көбейтілген m болады. Енді біздер айттық түбірі сәйкес келу үшін екінші мына ережені қолданамыз. Яғни дискриминант 0-ге тең болу керек. Осы теңдеуді біздер енді шығарамыз. Сонда 100 болады 10-ның квадраты минус 4m квадрат тең болады 0. Минус 4m квадрат тең болады минус 100-ді бізде мына жаққа өткізіп жіберсек, оң жақ қарай минус болып барады. Екі жағында минус 4-ке бөлеміз. Сонда m квадрат тең болады 25. 100-ді 4-ке бөлсек 25. Сонда m тең біріншісі 5, екіншісі минус 5. Сонда былай болып тұр. Мына теңдеудің түбірлері бір түбір болады, егер m 5-ке тең болса, немесе минус 5-ке тең болса. Келесі, Керве теоремасын қолданып түбірлері мынандай сандар болатын, келтірілген квадрат теңдеуін жазыңыз. Мен ве теоремасын жазып алайық. x1 қосылған x2 минус b-ға тең, x1 көбейтілген x2 тең болады q. Ал бұдан шығады бізде мынандай квадратты, келтірілген квадратты теңдеу. x квадрат қосылған bx қосылған q тең болады 0. Сонымен x1 қосылған x2 тең болады. Біздер бірінші x1 ол минус 1,2, сосын минус 0,5 тең болады. Минус плюсті береді, сондықтан минус 1,7. Так, екіншісі екеуін көбейтеміз енді. Минус 1,2 көбейтілген минус 0,5. Минус көбейтілгенде плюс болып береді. 1,2-ні 0,5-ке көбейтсеңдер, ол 0,6-ға тең болады. Енді келтірілген мына формула қоямыз. Жинаймыз былайша кезде x квадрат. Бізден минус 1,7 болғандықтан ол теріс таңбасымен аламыз біздер. Плюс 1,7 x болады. Сосын минус плюс 0,6 тең 0.
міне келтірілген квадратты теңдеу осы болады бізде. Келесі тапсырма, тікөрткіш тәрізді жер учаскесінің ауданы андай өрнек арқылы берілген. Сосын екі тапсырма бар. А мынандай болса, онда А мен Б мәндерін табыңдар дейді. Сосын егер тікөрткіш ұзындығы x қосылғанда ені былай болса, онда периметрін табыңдар дейді. Жақсы. А тапсырмасын орындайық. Алдымен x квадрат минус 15x қосылған 56. Оны қазір біздер былай жүктейміз. X азайтылғаны бірінші шақша, сосын екінші шақша. Осы А және Б коэффициенттерін қазір табамыз. Ол үшін сендер V теоремасын тағы да қолдансақ болады. Минус 15x қосылған 56 тең болады. Былай шыққан кезде қандай екі санның қосындысы 15-ке тең болады, ал екеуінің көбейтіндісі 56-ға тең болады. Соны еске түсірейік. Егер байқасаңдар, ол 7 мен 8. Бірінші түбір және екінші түбір. Яғни қоссаңдар 15 болады, көбейтсеңдер 56 болады. Сондықтан А мен Б ол 7 мен 8. Мысалы, А-ны 7 деп қойсаңдар болады, Б-ны 8 деп қойсаңдар болады. Бірінші тапсырманы шығардық. Екінші тапсырма. Енді периметрін табамыз. Ен деп қойық, сосын ұзындығы деп қойық. Ұзындығы x қосылған А дейді, ол бізде x азайтылған 7 болады. Ал ені ол x азайтылған 8 болады. Периметр, тікөрткіштің периметрін табу үшін біздер ені мен ұзындығын қосып 2-ке көбейтеміз. Сонда x азайтылған 8 қосамыз x азайтылған 7. Және көбейтеміз 2-ке. Тең болады 2x азайтылған 15. Көбейтілген 2. Сонда 2-ге 2x көбейтсек 4x болады. 2-ге 5 көбейтсек минус 30 болады. Сонымен екінші сұраққа да жауап бердік. Тапсырмалар осылай шығады достар. Видео ұнаған болса, парақшаға тіркеліп, каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісіңдер.